әлем қыз келіншектердің ең сүйікті айдары басталды десек те болады. Бірер минутта жасалатын шаш үлгісін әдеттегідей Динара ханым көрсетеді. Рахмет үлкен. Бастайық. Жоғары жақтан бастаймыз, бай. Кішкене қалыңырақ алып. Одан кейін резинкамен байлаймыз. Ортасын қосу керек па? Ашық тұра берсін ба? Негізі ашық та болады, қосуға да болады. Одан кейін кішкене артқа қарай тартамыз. Оны ішке қарай айналдырамыз. Арасын ашамыз былай. Сосын айналдырамыз. Мынаны ішке қарай кіргіземіз, е? Айналдырып, бері қарай шығарамыз. Алдыға түсіресіз енді. Былай шығарды. Жоқ, қыспайсыз. Қыспаймыз, е? Алдыға түсіресіз. Содан кейін астыңғы шашты жинаймыз. Барлығын жинаймыз. Жоғарырақ па? Жоғарырақ. Оны да резинкамен байлаймыз. 2 рет байласаңыз жетеді. Енді мына арасы арасынан астыңғы шашты бері қарай шығарамыз. Одан кейін міне астыңғы шашты резинкамен соны қысамыз. Қысқан кезде қысамыз. Міне. Ой. Қыстың. Сонда хвостик болды, көрдің бе? Вау! Біз енді тез арада техникасын көрсеттік. Мына жерін кішкене тарап, лакпен қатырып, солай істеуге болады. Сіздің шашыңыз ұзарып қалған сияқты болды. Иә. Құрметті көрермен, пайдалы болды деген үміттеміз. Сұлу қалпыңызда амандықта жүздесейік. Жасап көріңіздер.